Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді атақты булочкалардың бірі синнабони жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізге еріп тұрған сары майымызды, қантымызды және де құрғақ дрожжімізді қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз илеп болдық. Енді жылы жерге біздің қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз міне көтерілді. Енді қамырымызды түсіріп, екі бөлікке бөліп аламыз. Дөңгелекшелер жасаймыз қамырмен, содан соң жайып, оны себелеп, жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып болғаннан соң, бөлме температурасындағы сары майымызды алып, қамырымызға біркелкі болғанша жағып шығамыз. Бізде ортасындағы начинкасына қантымыз бен корицаны алып араластырып, синнабонимызға біркелкі болғанша сеуіп шығамыз. Содан соң жіңішке етіп, видеодағыдай бөліктерге бөліп, видеодағыдай булочкалар жасап шығамыз. Содан соң біздің пісіретін пешімізге пергамент қағазын төсеп, біздің булочкаларымыз және көтерілгенше қойып қоямыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Сары майымызға творожный сыр және де қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Біркелкі болғанша миксерлеп шығамыз. Бұл кремді біздің синнабониларымыз піскеннен соң ыстық күйінде, міндетті түрде ыстық күйінде бетіне жағып шығамыз. Міне біздің синнабониларымыз қамыры ісініп көтерілді. 180 градуста булочкаларымыз піскенше салып аламыз. Ыстық күйінде жаңағы дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Кремдеріміз жағып шықтық. Баршаңызға дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді. Баршаңызға ас болсын.